Сәлем, құрметті менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Мінекей таң атты, дала керемет болып тұр. Ал енді күніміз берекелі болсын, ризыққа толы болсын. Енді бүгінгі күннің керемет өткенін, бір қуанышты сәттің болғанын қаласаңыз, үйден шықпай тұрып, бір 10-12 минут, 16 минут жасаған тіпті жақсы болады. Негізі адам өзіне өміріне, өзінің ішкі халімен жұмыстануға уақыт арнау керек. Отырасыз, денеңіздің бәрін терең демалыңыз, босатасыз, бәрін босатыңыз. Босаттым деп айтыңыз. Содан кейін терең демалған кезде нені қалайсыз? Денсаулықты қалайсыз ба? Қандай да бір енді өйткені сіз бұған дейінгі потокты кіргізе алмайыңыз, ол реніштен, ұрыстан, жанжалдан, өкпелеуден, тағы бір білмеймін, енді көп нәрселерден болуы мүмкін, әркім басына әртүрлі жағдай ғой. Сондықтан терең деміңізді аласыз да, не қандай запрос бар Алла тағалаға, соны айтасыз. Денсаулық болса денсаулық, бақыт болса бақыт. Содан кейін деміңізді терең алып, одан кейін деміңізді деп шығарған кезде уже мен өзіме сол денсаулықты, немесе байлықты, немесе рухани тұрғыда өсуді, оянуды өзіме рұқсат беремін деген сияқты өзіңізге айтасыз. Өте керемет нәтиже аласыз, мен сізге айтайын. Өзім басымнан өткен, осымен өткенмін. Енді керемет нәтиже бұдан да алам десеңіздер, менің рухани тазару терапияма қатысыңыздар. Ол үшін Инстаграм парақшаға өтіңіз, маған дайректке қажет деп жазыңыз. Керемет мүмкіндік, 3 күндік терапиядан үлкен өзгеріс аласыз. Бұл расымен Аллахтың беруі, Аллахпен байланыс. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жақсылық тілеймін, аман болыңыз.